Кентау қаласындағы Қарнақ ауылының шаруалары жергілікті халықты көкөніспен қамтамасыз етіп отыр. Өндірілген өнімдерін Кентау қаласы мен Түркістан облысының халқы тұтынуда. Жылжайдағы 15 соттық жерге егілген қияр көшеттері өнім беріп, күніне 1000 тоннаға жуық қияр жиналуда. Кентау қаласы Қарнақ ауылының шаруалары жылыжайда қияр өсірумен айналысуда. Яғни күніне 1000 тонна өнімді жергілікті Түркістан мен Кентау қаласына таратуда. Яғни мұндағы шаруалар өз біліктіліктерін Корей елінде жинап келген екен. Толқын Аменов 2018 жылдан бері жылыжайда жұмыс жасайды. Қияр мен қызанақты өсіру технологиясын 3 жыл Корея елінде жүріп тәжірибе жинақтап келген. Аталған тәжірибесінің арқасында жылыжайдағы өнімдерді күтіп баптап, еңбегінің жемісін көріп отыр. 4000-нан астам көшет егіп, күніне 1000 тоннаға жуық қияр жинауда. Бүгінде жылыжайда 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Қазір қиярымыз мына февралда еккенбіз. Февралның 25 күні ектік. Июнға дейін ұстаймыз. Июнда бұл неғылады, алып тасталады. Июл айына помидор екіледі. Помидорында сол ноябр айға дейін жеткіземіз. Ноябр, декабрға дейін барады. Енді жалпы бұл өзіңіздің қарауыңызға бағылып қой. Қанша удобрениені жақсы беріп, нелеріне жақсы қарасаңыз, суыны беріп, әртүрлі өзінің жұмыстары бар, соң бәрін атқаратын болсаңыз, жақсы өнім аласыз, Құдай қаласа. Сондай Қарнақ ауылының тұрғыны Анвар Мырзаев түрлі жемістердің көшеттерін өндірумен айналысады. 8 гектарға егілген бау-бақшасында барлық жемістің түрлерін кездестіруге болады. Бау-бақшада 1000-нан астам көшет түрлері бар. Сондай-ақ шаруа жеміс-жидек көшеттерін егумен қатар балық шаруашылығымен де айналысады. 1 гектар балық шаруашылығында 3-4 мың балықтың түрлері өсірілуде. Енді бұл күзде, августта, сентябрьда басталады, балық жетуін сентябрьда ұстаймыз. Ağustos suyunu yapıp, sentябрь ұстап, ауылға, районға, облысқа сатамыз. Жаздың күніне жемістер піседі, алмалар, оның бәрін өткізесіздер ме? Бәрін өткіземіз, өзіміздің базарға, кеп алады, өздері аптабектер ап кетеді. Сорт жақсы болған келен бізде жетерлің. Жақсы сорттың жақсы болса қиналмайсың сатуға. Өздері келіп, bütün коробкасын ап келеді, машинада кеп, өздері жатып, біз теріп береміз, ап кетеді. Жақсы. Көшетті өзім шығарымын бәрін. Ұрығын екемен бәрі, көрдіңіз, барып кейін көріңіздер. Ұрығын екіп, ұрығын шығарып, пайван қылып, 3-4 жылдық көшеттер, мықты көшеттер, гүлләп тұрған гарантиялы көшеттер сатамын. Бәрі гарантиялы, жақсы көшеттер. Алғаның бәрі қайтан кеп алып жатыр. Жақсы доход болып жатыр дейді. Жемісі тәтті, транспортировка жақсы, тәттінің соның үшін алған адам файда көріп жатыр. Файда көрсе келеді адамың. Жергілікті шаруалар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Жылыжай мен бау-бақша аумағын ұлғайтып, жергілікті өнімдерді көбейтуді жоспарлап отыр. Бағлан Дәуренбеков, Нұржан Сейдазимов, Қайыржан Бекберген, Әділет Ақпарат, Кентау қаласы, Қарнақ ауылынан.